Мысалы айтайық, сіз машина жүргізіп келе жатсыз, сізден біреу озып кетсе не дейсіз? Мынау өлет бір күн дейсіз ақыры. Сонша басама қызыл өкпе болып дейсіз. Біреу сізден жай жүріп келе жатса, тасбақа машинен жаңа үйренгенсің ба, немене дұрыстап жүрмейсің ба дейсіз. Тура барлығы сіз сияқты жүру керек қой машинені. Сіз деген енді өлшем бірлігісіз ғой. Құдай ау, сізге қарап бәрі өлшену керек қой. Сіз тоқтасаңыз жұрт бәрі тоқтау керек. Сіз жүрген скоростьпен жүру керек. Солай есептейді ғой, байқайсыз ба адамдар? Намаз оқып тұрғанда, егер бір адам намаз ұзағынан бір әдемі оқыса, ой, мына тақуасы мақты қарасай дейсіз. Немене мынау? Біреу жеңілтек оқып жатса, мына бейшара новичок екен ғой, әлі оқи алмайды намазын дейсіз. Сіз сияқты болу керек қой намазды, шіркін-ай. Не деген мера өлшем бірлігісіз. Рас па, осы ауру бар ғой бәрімізде.